Біргеміз білім жобасына мен әлеуметтік желі арқылы көрдім. Сол арқылы ұсыныс тастап қатыса бастадым. Біргеміз білім жобасы мені әртүрлі оқытушылармен және студенттермен және тағы басқа топ мүшелерімен жұмыс жасауды, оның қасында әлеуметтік төмен отбасының балдарымен жұмыс жасау және ерекше балдармен, сонысымен маған қызықтырды. Қорытындылай келе, мен қазіргі уақытта әрбір адамдарға және тағы басқа көрермендерге айтарым, бәріміз осындай жағдай кезінде бәріміз бірге болып, бәріміз үйде болғанымызды мен қалаймын. Мен ауылдық жерде тұратын студенттерді, немесе осындай талапкерлерді өздерінің қалаған мамандықтары бойынша оқуға түсуіне ықпал тигізіп, ұбт-ға дайындаған болатын. Олар жоғары деңгейде балл жинап, өздерінің көрсеткіштерін көрсетіп, өздерінің қалаған мамандық бойынша оқуға түсіп кетті. Осы жобаға келген кезде ең бірінші ауылдық жердегі балалардың үнсіз, сондай жаңағыдай тұйық, өз-өздерімен ешкіммен байланысы жоқ, біздер оқуға түсе алмай қаламыз, қалған мүмкіншіліктер біздің ауылда көрсетілмейді деген сияқты өздері солай ойлаған ойларымен, бірақ та біз ол мүмкіншіліктердің бар екендігін, растығын қашықтықтан оқыта отырып, онлайн түрде оқыта отырып, олардың мүмкіндіктері бар екенін біздер оларға жеткізіп бердік. Ал қызықтырған мәселесі, ауылдың балалары қаланың балаларына қарағанда олар бір нәрсені өте жақсы білгісі келіп, оны ары қарай дамытқысы келіп, тағы да қандай жетік біле аламыз деп өздерінің қызығушылықтарын арттырып, бізге кері байланыс жасап отырды. Сондықтан да маған ол балдарға үстіне жаңағыдай материалдарды беріп, олардың білімдері деңгейінің жоғары екенін байқағаннан кейін, менің де қызығушылығым артып, талапкерлерді ары қарай оқытуға мүмкіншілігім арта бастады. Міне осы жоба менің балалардың білімімен қызықтыра бастады.